Армысыздар, Кармология арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен қашанда Алтынай Аман, және бүгін 28-і күні туылған жандар жайлы сөйлесеміз. Бірден әрине бала күнгі зақымдардан бастаймыз, себебі барлық сұрақтарымызға жауап беретін дүние ол осы бала күнгі зақымдардың салдарынан болып жатады. Осы бала күнгі зақымдарды анықтасақ, біз өзіміздің немен күресу керек екенімізді толыққанды білеміз. Сонымен сіз өз болашағынан қорқатын, самооценкасы өте төмен ата-анаға келесіз. Балалық шағыңыз кәдімгі балалық шақ болып өтті. Ешқандай да өзгешелік жоқ. Ата-анаңыз өте еңбекқор жандар. Ол кісілер тіпті 24/7 жұмыс жасауға дайын. Алайда еңбектері дұрыс бағаланбай жатады. Көп уақыты мен энергиясын жұмысқа арнаймыз деп өздеріне қарамай кеткен. Демалуды тіптен ұмытқан. Негізі көбінде сіздер өздеріңіз тәрбиеледіңіздер. Қосымша ештеңе үйренбедіңіздер. Белгілі бір әділетсіздікке түсуіңіз мүмкін. Міне сондықтан да күрестіңіз, бірақ әрине жалғыз. Қандай әділетсіздік екенін мен нақты айтуым үшін әр адамға бөлек-бөлек тоқталуым керек болады. Не болмаса өздеріңіз осы арнадағы тегін матрица есептеу сабағын қарап есептесеңіз болады. Жалпы негіз толық өзіңіз жайлы білгіңіз келсе, почтаға жазу арқылы консультацияда ала аласыздар. Сонымен сіздің әкеңіз мүлдем болмауы мүмкін. Әлде өте жауапсыз, өз ісіне жауап бере алмайтын адам болған. Немесе керісінше өте жауапкершілігі мол, сонымен қатар сізге лекция оқып, нотация айтып, ақыл керек емес кезде де ақыл айтатын адам болған. Бұл енді 28-і күні туылғандар өте көп қой, осылардың бірі болуы мүмкін. Мүмкін сіз көп балалы отбасының баласысыз. Арасынан суырылып шығып, өзіңізге назар аударуды көздедіңіз. Себебі сіздің аға әпке, іні сіңлілеріңізге сізден қарағанда көбірек уақыт бөлген, көп махаббат төккен. Ал сізді көздеріне де ілмеген, байқамаған, және де барлығына сізді айыптаған. Басқа қандай әділетсіздік болуы мүмкін? Пікірге жаза кетіңіздер. Бұл санда негізі өте ауыр сан. Ол бала күнгі кезден бастап қиын жағдайларды береді. Сонау бала күннен сіз өз болашағыңыз үшін қатты алаңдап, көп нәрсеге жету үшін өзіңізді де, өзгелерді де көп сынап, критикаға аласыз. Бойыңызда өзіңіз түсінуге келмейтін эмоциялар бар. Яғни басқа сыймайтын эмоциялар. Бұл период негізі период адаптации деп айтылады нумерология бойынша. Яғни үйрену мен үйренісу аралығы. Бұл аралықты ешкім де өзгерте алмайды. Және де әрбір адам осы периодтан өтеді. Бұдан ешкім тіпті қашып құтыла алмайды. Осыдан белгілі бір жақсы сабақ алуымыз керек. Ешқандай да минусқа кетіп қалмай дегендей. Жалпы бұл аралықтың екі түрі бар: қараңғылық және де жарық. Қараңғылық деп біз минуспен қарастырамыз, ал жарық деп біз плюспен қарастырамыз. Яғни мен қазір минус белгілерді айтамын. Шын мәнінде бұл белгілер сіздің бойыңызда болмауы мүмкін, егер сіз жарықта болсаңыздар. Сондықтан жоқ, мен бұндай емеспін деп айту бұл жерде орынсыз, себебі мен жай ғана минус белгілеріңізді оқимын. Сонымен өмірде өз орныңызды таба алмаймын деп қорқасыз, жүрегіңіз жабық, өте тұйықсыз, бір мезетте бәріне жете алмаймын деген екі ойда боласыз. Бәріне жету үшін көп еңбектену керек дейсіз. Өмірді ашу мен ыза алаңы деп қабылдайсыз. Өмірде жолы болатындар санатында тек қана ақшасы бар, бай ата-ана, балалары, аға көкелері бар, тіреп тұрған бір туысқандары бар адамдар деп ойлайсыз. Ал сіздерде осылардың біреусі де жоқ. Сонымен сіз бүткіл арманыңызға крес қойып тастайсыз. Яғни жете алмаймын деп ойлайсыз. Бұл белгі бала күніңізден ақ байқалған. Сізден ешкім шықпайды деп ойлап, бұзықтық танытқан едіңіз. Ол кездегі ойыңыз: неге бірдеңе істеуім керек, ақыры мына өмірде дым шықпайды деп ойлайсыз. Өте эмоциональныйсыз. Қандай да бір күрес сізді жайыңызға қалдырмайды. Жоқ нәрсені ойлап, бас қатырасыз. Өзіңізді жауапкершілігі жоқ адамдай ұстайсыз.
өзіңізді орындамайсыз, адамдарды өте көп алдайсыз, болмаса керісінше жауапкершілікке қадалып қалған адамсыз. Содан соң әрине барлық адамға алдайды деп ызаланасыз, барлығына ақылсынып қалай өмір сүру керектігін үйретіп әлек болып жүресіз, сұрамаса да. Осыңызбен сіз құр босқа уақытыңызды құртасыз. Денсаулықпен проблема, щитовидная железа, гармония бұзылған, ЖКТ және тағы да басқа. Көп жұмыс жасау кесірінен дұрыстап ем-дом алмайсыздар. Себебі сіздер нағыз байлық, денсаулық деп танымайсыздар. Сонымен қатар енді плюс белгілеріңізді айтамын. Өз өміріңіздің сценаристі өзіңіз екенін білесіз. Сондықтан болашақ үшін қорқудың қажеті жоқ деп ойлайсыз, яғни оны көрмейсіз. Сәттілік пен сәтсіздіктің не екенін біліп, бір-бірімен ажыратып үйренесіздер. Сіздер жайлы 10 сағат ақпарат айтуға болады. Барлығын біртіндеп арнаға шығарып отырамын. Сондықтан жіберіп алмас үшін міндетті түрде Кармология арнасына тіркеліп қойыңыздар. Бізде барлығы жаңа формат, бүкіл сандардың қыр-сырын толықтай зерттейміз. Осы арнада сіз нағыз өзіңізді толықтай танып шыға аласыздар. Сонымен қатар 28 күні туылған жандар нақты сіздерге арналып жазылған, жарыққа шығарылған жарық деген психологиялық программа бар. Соны алу үшін почтаға жазыңыздар. Ол программа жалпы қандай программа? Мен әрбір санда осы жарық программасын айтамын, себебі әрбір санға шын мәнінде жасалынған. Бұл өте керемет психологиялық программа сізді толыққанды жарыққа шығару үшін біртіндеп паяттапна сондай өзінің тәсілдерімен жарыққа шығарады. Міне, астында почта бекітілі жазылып тұр, соған жазыңыздар. Ендеше аман есен болыңыздар, сау болыңыздар.